Саламатсыздар ма, балалар? Балалар, біз қазір бір-бірімізге оқу қызметіміз бастамас бұрын бір-бірімізге сәттілік тілейік. Қолымыздан ұстаймыз. Сәттілік! Жарайсыңдар, балалар. Балалар, енді біз қазір ойын ойнаймыз. Яғни біз 1-ден 9-ға дейін оқу қызметінде санауды білеміз, үйрендік. Енді біз 1-ден 9-ға дейін санаймыз. Ол үшін 3 санын, 6 санын, 9 санын айтпаймыз. Қолымызды шапалақтаймыз. Келістік па? Олай болса, менен бастаймыз. 1, 2, 7, 8, 9. Жарайсыңдар, балалар. Мен сендерге керемет қазір жұмбақ есеп айтам. Қоян бауырсақ ұрлады, қасқыр қарап қалмады. Қоян салды 9-ын. Қанеке, аяру келе ғой. 9 бауырсақ сала ғой қаптың ішіне. Көріп ата тыстағы ұрыларды ұстады. Ата қапты ашты. Неше бауырсақ тапты? 9 бауырсақ салды аярудан кейін. 1 бауырсақ. Барлық қанша бауырсақ болды? 10 бауырсақ. Жарайсыңдар, балалар. Олай болса, біз келесі тапсырмамыз, балалар. Қараңдар, олай болса, бүгінгі оқу қызметімізде 1-ден 10-ға дейінгі сандарды өтеді екенбіз, балалар. 10 санның алдында қандай сан тұр? 9. Жарайсыңдар, 9 саны тұр. 10 саны 2 таңбалы сан, балалар. 10 цифры 2 сан арқылы жазылады екен, балалар. 1 және 0. Балалар, енді осы 1-ден 10-ға дейінгі сандарды бүгінгі математика негіздері оқу қызметімізде толық білу үшін біз ол үшін тапсырмаларды орындау үшін 2 топқа бірігу жұмысын жасаймыз. Гүлді көрсетіңдерші маған, қандай керемет түрлі түсті гүлдер бар екен. Енді осы гүлді теріс қарай айналдырайық. Қанеке, көрсетіңдер маған. Артында не тұр? 1 және 2 саны берілген. 2 топқа бірігу жұмысын жасаймыз. Ашамыз. Осы дәптерде бауырсақтар берілген. Сол бауырсақтарды қазір санап және мынадай жапсырма бар қолдарында. Сол жапсырма арқылы бауырсақтарды санап отырып жапсырамыз. 3-ші бауырсаққа сәйкес санды, цифрды, яғни біз осы жерде карандашпен қоршаймыз. Келістік па, балалар? Ол үшін маған тапсырманы орындауға көмекке кім шығады? Тұрсынбек келе ғой. Тұрсынбекпен бірге сұқ саусағымызбен сендер дәптерде бауырсақты ұстаймыз, ал Тұрсынбек тақтадан санайды. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Енді 10 санын қоршаймыз. Жарайсың, Тұрсынбек.
Балалар тапсырманы орындап болсақ, мен қазір барлықтарында тексеріп шығарайын. Қане айарудың тапсырмасы өте жақсы деген белгі берем. Ал балалар, біз келесі тапсырмамызды орындауға дайынбыз ба? Олай болса, келесі тапсырманы орындау үшін бізге қандай кейіпкердің тапсырмасын орындайды екенбіз? Қоянның тапсырмасы 10 санын біз яғни дәптерге 10 цифрын жазамыз балалар. Ол үшін бірінші, бағана сендерге айтып кеттім, 10 саны 2 таңбалы цифрдан тұрады, яғни 1 және 0. 10 цифрын жазу үшін балалар, біз бірінші ауада жазып, барлығымыз үйренейік. Ол үшін 10 қолымызды көтереміз, 1-ді жоғары көтереміз, міне 1 және 0. Енді оны мен сендерге тақтада жазып көрсетем балалар. 10 цифры осылай жазылады балалар. 1, 0. Енді балалар, осы сендерге тапсырма дәптерлерінде 10 цифрының нұсқасы берілген. Сол цифрдің үстінен біз карандашпен басып жазамыз балалар. Тапсырма түсінікті ма? Іске сәт. Ал тапсырманы орындауға кім шығады? Асия келе ғой. Жарайсың, Асия, тапсырманы өте жақсы орындадың. Отыра ғой. Ал енді балалар, біз дәптердегі тапсырманы карандашпен орындаймыз. Ал мен тексеріп шығам, кім қалай жазып жатырған тапсырманы. Жоғарыдан бастап, төменге қарай үзбей жазамыз. Кәнеке орындай ғой, енді өзің орындай ғой. Жарайсыңдар балалар, тапсырманы өте жақсы орындадыңдар. Енді балалар, келесі бізге қандай кейіпкер келді? Қасқырдың тапсырмасын орындауға дайынсыңдар ма? Олай болса, қасқырдың тапсырмасы, яғни санның құрамын анықта дейді балалар. Сол сандарға сәйкес біз тәрелкедегі бауырсақтарды алып, құрамын анықтауымыз керек. Бауырсақтарды дөңгелектерге орналастырып, және құрамын маған айтып бересіңдер, иә? Ал тапсырманы орындауға тақтаға маған кім шығады? Мади келе ғой. Мади, қазір Мадиге көрсетемін. Мадинау қандай сан тұрған? Қандай сан? 10? 10 сан. Енді біз айтамыз, 10-ның құрамы қандай екен? 5 пен 5-тің қосындысы. 10-ға? 10-ға тең. Олай болса, жарайсың, Мади, өте жақсы. Мадиге кәне бәріміз тапсырманы жақсы орындаған үшін бас бармақ көрсетеміз. Жарайсың, көрдің ба, Мади? Саған барлығы тапсырманы жақсы орындаған үшін сені бағалап жатыр жақсы деп. Енді қалған балалар жұптық тапсырма, 2 баладан тапсырманы орындауға кірісеміз. Балалар, тапсырма түсінікті ғой? Іске сәт. Абду, мынау қандай сан? 10 санның құрамын айта қойшы. 5 пен 5-тің қосындысы 10-ға тең.
өте жақсы. Бегім сұлу қандай сан? 5. 5 санның құрамын айта ғой. 3 пен 2-ның қосындысы 5-ке тең. Жарайсың. Балалар, Бегім сұлу дұрыс айтты ма? Иә. Онда бас бармағымызды көрсетеміз Бегім сұлуға. Балалар, тақтада қандай кейіпкерді көріп тұрмыз? Онда аюдың тапсырмасы домино ойыны. Яғни, мына қолында доминода аюдың бауырсақ ертегісінің кейіпкерлері берілген, және 1-ден 10-ға дейінгі сандар берілген. Сол сандарға және кейіпкерлерге қарай отырып, біз кеңістікті бағдарлай отыра құрастыруымыз керек балалар. Неке? Мынау бірінші топтың балдарына, екінші топтың балдарына. Ал тапсырманы орындауға дайынбыз ба? Іске сәт! Тапсырманы өте жақсы орындадыңдар. Ал балалар, оқу қызметінің бүгін жақсы орындадыңдар. Енді қорытындылау үшін тілші, мен ортадан бір баланы тілші қылып сайлаймын. Микрофонмен тілші болып сендерге бүгінгі оқу қызметіне байланысты сұрақтар қоятын болады. Кәне, кімді сайласам екен? Кәне, Аяру, қасымда тұрған Аярудан. Ал Аяру, сұрақ қоямыз. Кімге барып қоямыз сұрақты? Әду 1-ден 10-ға шейін тура сана. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Жарайсың, өте жақсы санадың. Құрсын бен 10-нан 1-ге шейін кері сана. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Жарайсың, өте жақсы санадың. Асия, 10 санның құрамы қандай? 5 пен 5-дің қосындысы 10-ға тең. Жарайсың, өте жақсы. Бегім сұлу, 10 санның алдында қандай сан тұрады? 9. Жарайсың, өте жақсы. Альбина, 10 санны неше таң балсан? 2 таман. Жарайсың, өте жақсы. Айзере, 10 санның неше керек? Санау үшін, есіп шығару үшін. Жарайсыңдар балалар. Балалар, бүгінгі оқу қызметіне бауырсақ ертегісіне кейіпкерлердің тапсырмасын жақсы орындадыңдар. Сендерге көп-көп рахмет. Осымен оқу қызметі аяқталды. Сау болыңдар балалар. Сау болыңдар.